Karşı sabahımız Kazak dili, Metin ve Yoğun türleri. Okuşlar bizim sınıfımızın adı kadar. Demek, burada biz bugün sabah 3 vaxtın bölümünün başlayız. Kendi bazı oyunumuzda durağımız. Ve 2-3. Platformadan oyun oynayız. Her doktor karşı bu okuşlar çıkaramın, tanış tanış cevap verip göreyim. Metnin böğütleri. Hadi bak. Әңгімелеу мәтінінде қандай сұрағы? Әңгімелеу мәтінінде қандай сұрақтар қойылады? Енді өткенде тұтар болсақ, жаңа сабақ осы мәтін түрлерін қайталайтын боламыз. Яғни әңгімелеу мәтіні дегеніміз оқиғаны баяндайды. Яғни оның сұрағы қандай болады дедік? Әңгімелеу мәтін сұрағы қандай болады? Не істеді? Сипаттау мәтін дегеніміз не? Тәуекел айтшы. Сипаттау мәтін сұрағы қандай? Ал пайымдау мәтін не істейді? Дәлелдейді. Оның сұрағы қандай? Ең бастайық. Мәтін жан. Не түсіндік? Не туралы айтылған? Мәтіннің түрлері туралы айтылған. Неше түрі бар екен? Тағы да қайталайық. Енді топтық жұмыс, барлығымыз тыныш қана 3 сурет таратылады.
suv suyuqga байланысты әңгіме құраймыз. Бірінші топ, міне. Бірінші топқа сипаттау, яғни табиғатты сипаттайсыздар. Екінші топ пайымдау. Waktu dia ada 10 minit. Jika mengenal seseorang ada Түсінесіздер ма? Üçüncü.
кітапты сипатташы, кітап дегеніміз не ол? Қандай болады кітап? Сіз қандай кітаптан? Көп. Қандай? Жері көк, жері ақ, жері сары. Екіншісі деген көк. Іші қандай? Іші Парақтарға толы, иә? ақтарға толы. Қайда шығасың? Бұндай ма? Кім болды тағы? Секіреді, жүреді, бұл сәлі жүреді. Бірінші сұрақ, мәтіннің неше? Үш тексерілді. Қай сөздер арқылы білуге болады?